Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын, барлық адамға ұнайтын сникерс тортының рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен 4 жұмыртқа керек. Жұмыртқамыздың үстіне шым-шым тұзымызды себеміз және де қантымызды саламыз. Осы массамызды миксермен миксерлейтін боламыз. Ағарғанша, аппақ болып көлемі үлкейгенше миксерлейміз. Осындай болып шығады. Осының үстіне сүтімізді және сұйық майымызды құйып, тағы миксерлейтін боламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, араласса болды. Бұл жерде бізде ұн, какао және разрыхитель бар. Жақсылап араластырып аламыз және ситаның көмегімен жұмыртқалы массамыздың үстіне саламыз. 2 бөлікке бөліп салатын боламыз. Осындай қалып кеткен ірілерін майдалап жібереміз. Және де қасықтың көмегімен немесе лопатаның көмегімен астынан үстіне қарай үстіп араластыратын боламыз. Миксерді қолдансаңыздар, ол кезде жұмыртқалы массамыз көлем бойынша кішірейіп қалады. Осылайша жайлап-жайлап араластыратын боламыз. Енді екінші бөлігін саламыз тағы да. Бұны да дәл солай астынан үстіне қарай араластыратын боламыз. Мінекей бізде қаймақ тәріздес осындай массамыз шықты. Бұны бір шетке қойып, енді формамызды дайындайтын боламыз. Менде кішкентай форма болмаған екен, қолдың көмегімен, өз қолыммен осындай фольгадан жасап алдым кішкентай форманы, және фольга бірнеше қабаттан істедім, өз формасын жоғалтып алмау үшін. Осының үстіне жаңағы массамызды құйып, 180 градуста 30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Піскен ағаш таяқшамен тексеретін боламыз. Енді карамель дайындайтын боламыз. Бұл жерде менде қантты кофемолкамен ұнтақтап алдым. Оның үстіне су құйдым. Кәдімгі қантты ала берсеңіздер де болады. Және бізге сары май және сливка қажет болады. Отымыздың үстіне енді біз жаңағы қантымызды қоямыз. Қайнағанын күтеміз. Ешқандай тиіспейміз, араластырмаймыз. Осылайша жан-жағын бәрі қайнайтын болады. Осылай қайнап шығады. Осы қайнап шыққаннан кейін барып кішкене араластырып жүрсеңіздер болады. Мінекей бізде өстіп қайнап, мына осындай бізде сарғыш карамеліміз дайындала бастайды. Осы уақытта жақсылап араластырып тұрамыз және қайнағаннан кейін үстіне сары майымызды салып жібереміз. Сары майымыз салғаннан кейін қатты қайнайтын болады. Жақсылап тез араластырып жіберіңіздер. Осы уақытта шаршап кетпесін, жақсылап араластырыңыздар. Және де осы сары майымыз салып еріп болған кейін үстіне ысып тұрған, яғни ыстық сливкімізді құятымыз. Бірақ қайнамаған ысыған сливкімізді құйып жібереміз. Құйып, бұны да жақсылап араластырамыз. Араластырып болған кейін 1 минуттай пештің оттың үстінде, яғни ыстап араластырып тұрамыз. Сонымен карамеліміз дайын болады. Көп ұстамаймыз, көп ұстасақ күйіп кетеді. Мінекей біздің карамеліміз дайын, ыдысымызға құйып қоямыз және бетін пакетикпен жауып салқын жерге қоямыз. Енді крем дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сливка керек. Оның үстіне творожный сырымызды саламыз және қант ұнтағын салатын боламыз. Осыны жақсылап араластыратын боламыз. Миксердің көмегімен араластырамыз. Бізге миксермен араластырғанға крем дайын болуына 5 минут пен 7 минут көлемінде уақыт кетті. Үлкейгенше, яғни көлем үлкейеді және мысалы миксердің артынан іздер қала бастайды осындай. Осы кезде креміміз дайын болды деген сөз. Және де араластырған кезде біздің қасықта креміміз ешқандай түспей, өз формасын ұстап тұру керек. Және ыдысты төңкерсеңіз де креміміз ешқайда жылжып түспеу керек. Осы кезде креміміз дайын болады. Мінекей біздің бисквит дайын болды. Бисквитіміз суды суғаннан кейін фольгасына ажырататын боламыз. Көлем бойынша үлкейіп, жұмсақ болып піскен. Енді осыны 3 бөлікке бөлеміз. Мінекей бисквитімізді кескен кезде осындай әдемі болып кесілді. Өте жұмсақ екені және жақсы көтерілгені көрініп тұр. Мінекей осындай 3 бөлікке бөліп кесіп алдық. Енді жаңа дайындаған карамелімізді аламыз. Карамеліміз мен миксерлеп жібердім. Холодильникте тұрған екен кішкене қатып қапты. Миксерлеп жібердім. Миксерлеген екен кішкене ағарды. Және де осындай көлемін ұстайтын қою болып шықты. Осының үстіне арахисті салып, жақсылап араластырып аламыз.
Енді бисквитімізді жинайтын боламыз. Ең әуелі бірінші бисквитімізді қойып, үстіне пропитканы жағатын боламыз. Бұл жерде менде пропитка сүт пен қантты араластырып алдым. Өте жұмсақ, влажный болу үшін осындай пропитка жасаймыз. Пропитка жасап болған кейін үстіне жақсылап кремін жағатын боламыз. Кремін жақсылап жағып аламыз және үстін менде тортқа арналған заттар жоқ болған кейін осындай пышақтың көмегімен түзілеп шықтым. Және кішкене екі шетіне крем жағып, бортигін шығарып аламыз. Ортасына карамелін жағатын боламыз. Карамельді көп жақпаймын, өйткені бізде үйде балалар қатты ұната бермейді, сондықтан аз жағатын боламын. Үстіне тағы арахис сеуіп жіберемін. Енді екінші бисквитті қойып, үстіне пропитка жағып, крем жағатын боламын. Мен екіншісіне карамель қолданбадым, бір слой ғана карамель қолдандым. Өз қалауыңызша екінші слойға да карамель жақсаңыз болады. Осылайша екінші слойға да крем жағып, үстіне үшінші слой бисквитті қойып, оған да пропитка жасап, кремін жағып, айнала шетінің бәріне толығымен кремін жағып түзіліп шығамын. Енді осының үстіне пакетик орап, клёнка орап, холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямын. 2-3 сағат өткеннен кейін бетіне глазур жасаймын. Глазурға осындай шоколад қолданатын боламын. Осы шоколадтың үстіне май салып ерітетін боламын. Мінекей шоколадымыз осындай еріп шықты. Осы еріген шоколадтың үстіне арахис сеуіп жіберемін. Арахисті бүтіндей емес, кішкене майдалап жібердім. Майдалап арахис сеуіп араластырып аламыз. Тағы кішкене суытып қоямыз. Енді холодильниктен тыныққан, өзіне креммен барлық пропиткалар сіңген тортымызды аламыз. Осының үстіне шоколадымызды құятын боламыз. Шоколадымызды аз-аздан барлық жеріне, айнала шетінің бәріне тигізуге тырысыңыздар. Мінекей осылайша біздің әдемі сникерс тортымыз мінекей дайын болды. Енді шоколадтың қатқанын күтетін боламыз. Мінекей біздің холодильникте 2 сағат тұрған тортымыз шоколады қатты. Енді кесіп көретін боламыз. Кесілі өте жұмсақ, әдем болып кесілді. Дәмін айтсаңыздар, дәмі керемет болып шыққан. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Мені қолдап, каналыма жазылып кетіңіздер. Видеоның астына комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге көп рахмет.